Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрманова Асия жалпы тәжірибелік дәрігер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге разрыв промежности, яғни аралықтың жыртылуы туралы айтатын боламыз. Аралықтың жыртылуы кезінде не істеуіміз қажет, не істемеу керек, қалай алдын алу қажет. Сол туралы қазір менің видеомнан тыңдайтын боласыздар. Ол үшін видеоны соңына дейін мұқият тыңдаңыздар. Біріншіден, біз аралықтың жыртылуы деген не екенін білуіміз қажет. Аралықтың жыртылуы дегеніміз бұл влагалище, яғни қынаппен көтен дейміз ғой, яғни анус, анал тесігінің арасындағы терінің шыдамай жыртылып кетуі. Осыны біз аралықтың жыртылуы деп айтамыз. Аралықтың жыртылуын біз 4 кезеңге бөліп қараймыз, яғни дәрежесіне байланысты 4-ке бөлеміз. Бірінші дәрежесі бұл тек қана терінің жыртылуы. Тері жыртылған жағдайда біз ештеңе жасамаймыз, яғни оны тігіп қажет емес, тері өз-өзімен қалпына келеді. Ал екінші дәрежесі кезінде бұл тері және де бұлшық ет. Тері мен бұлшық еттің жыртылып кетуі. Бұлшық ет ол өз-өзімен қалпына келмейтін болғасын, оны келіп біз тігеміз. Тігу арқылы ол өз қалпына келеді, яғни жараның орны жазылады дейміз. Үшінші дәрежесі деп отырғанымыз бұл терінің, бұлшық еттің және анал тесігіне дейінгі, яғни анал тесігіндегі жүзік тәрізді бұлшық еттің келіп жыртылуы. Бұл үшінші дәрежесі. Бұл ауыр дәреже болып келеді, яғни бұл жерде де біз тігіс саламыз. Және де бұл кезде ұлы дәреттің қатып қалмауын өте қатты қадағалау қажет. Және де төртінші дәрежесі бар. Төртінші дәрежесі енді ол самый страшный. Яғни бұл жаңа айтып кеткен тері, бұлшық ет, жүзік тәрізді бұлшық еттің жыртылып, сонымен қатар тік ішекте де жыртылады. Яғни тік ішектің жыртылуы болады. Бұл кез өте ауыр болып келеді. Самый страшный дәреже болып саналады. Кейбір жағдайда айтамыз, неге келіп врачтар келіп жаңа қиып жібереді дейміз, ренжіп жатамыз. Бұл қиып жіберу, бұл жаңағы врачтар деген акушер-гинекологыңыз сізде жыртылу болайын деп жатқанын көріп тұрады. Сол үшін келіп қиып жібереді. Бұны эпизиотомия деп атайды, медицинада. Енді қараңыз, аралықтың жыртылуын ол көріп тұрып жыртпаса, ол өз-өзімен жыртылып кеткен жағдайда ол қисық-қисық болып жыртылады. Ал акушер-гинеколог өзі келіп жыртқан жағдайда ол теп-тегіс болып жыртылып, тіккен кезде де әдемі болып шығады. Сізге қай жағдай керек? Қырт-қырт болып жыртылып, оны әр жерінен бір тіккен, оны сырт көзге де әдемес болғаны ма? Или бір теп-тегіс қылып, қиып жіберіп, сол жерде тіккен жақсы ма? Таңдау өзіңізде. Енді ойланыңыздар, бұны медицинада біз эпизиотомия деп атаймыз. Ал енді аралықтың жыртылуын біз қалай алдын аламыз? Алдын алу үшін бұған ешқандай метод жоқ. 100% біз аралықтың жыртылуына ешқандай көмектесе алмаймыз. Енді қараңыз, жұрттар айтады, мен май жақты, маған көмектесті, анау да, мынау дейді. Жақсы, сіз ол жерге тонналап келіп май жағыңыз. Бірақ балаңыз крупный плод болса, сізге ешқандай да май көмектеспейді. Егер сіз күшенбей деген кезде күшенсеңіз, май сізге ол кезде көмектесе ма? Дыхание дұрыс болу қажет. Дыхание туралы менің күшті бір видеом бар, сіздерге прям аты и до түсірген, соның ссылкасын тастап кетем, сол видеоға өтіп қараңыздар. Дыхание дұрыс болса, жыртылу да болмайды. Енді қараңыз, сізге ол төменгі жаққа бізге давлениемен түсіп тұрған кезде сіз дұрыс күшенбесеңіз, онда әрине аралық жыртылып кетеді. Не только что аралық, даже дейтін шейка жыртылып кетеді, влагалище жыртылып кетеді. Так что дұрыс күшену техникасын білу қажет. Төменде комментарийға тастап кетем, міндетті түрде до конца қарап шығыңыздар. Келесі енді қараңыз, сіз алдын алу методы жоқ деп ойлайсыз, Бірақтан сіз акушеркаге, гинекологке айтсаңыз, өтінем мен созыңызшы деп аралықты созып қолмен созған жағдайда ғана сізге кішкене болса да көмегі болады. Бірақ бұл да 100% сізге аралықтың жыртылуына көмектеспейді. Яғни бала келе жатқан кезде аралықты келіп созып, уқалап массаж жасап тұрса, онда аралықтың жыртылуы возможно болмайды. Разрывы бар әйелді біз қалай күтеміз? Яғни күтіну ол біздің өзімізден бірінші басталады.
күтіну үшін 7-14 күнге дейін, яғни 1-2 апта отыруға болмайды. Отырамыз тек қана унитазға, унитазға отырған кезде бір жақ қана жамбасымызбен отырамыз. Екі жақ жамбасқа бірдей күш салмаймыз. Бірдей күш салған кезде аралықтың тағы да жыртылуы болып, бізге лишний проблема болады. Сондықтан тек қана бір жағына ғана отырамыз. Келесі, диета ұстамаймыз. Яғни диета ұстау дегеніміз, біз дейтін, ой, мен емізем, маған овощ, фрукты болмайды деген, ол дұрыс емес, ол өте үлкен қате. Емізулі аналардағы өте үлкен қате. Сухари мен шай ішіп отырам десеңіз, өзіңіз қараңыз, запор привет дейді сізге. Так что шикі овощ, шикі фрукты жейміз. Яғни қайнатылмаған, бұқтырылмаған, пісірілмеген фрукты овощтарды жейміз. Яғни бұл үлкен дәреттің жақсы өтуіне қамтамасыз етеді. Келесі, ауыр зат көтеруге болмайды. Ауыр зат көтеру арқылы сіз төменгі жаққа қысым түсіресіз, осы қысымның нәтижесінде аралықтың тіккен жері қайтадан жыртылып кетеді. Жыртылып кеткен жағдайда сіз қайтадан хирургке барасыз, қайтадан тіктіріп, ол тағы проблема болады. Келесі, күніне ең аз дегенде 2 рет жуыну қажет. Яғни 2 рет жуыну деген бізден алдан артқа қарай жуынамыз, арттан алдыға никогда жумаймыз. 2 рет минимум жуынып тұру қажет. Одан кейін ішті байлауға болмайды. Ішті байласаңыз, сізде жаңағы айтқанымдай төменгі жаққа қысым түсіп, жаңағы тіккен жерге келіп давлениемен ол жыртылып кетеді. Егер де осы тігілген жерден сіздің қан кетіп жатса, онда міндетті түрде хирургке баруыңыз қажет. Сонымен қатар ол жер іріңдеп немесе температура болсаңыз, тоже хирургке барып қаратқаныңыз дұрыс. Өйткені ол жерден іріңдеп кетсе, онда инфекция түскен деген сөз. Сондықтан температура болған жағдайда өзіміздің учаскелік дәрігерімізге немесе хирургке, акушер-гинекологымызге хабарласып айтамыз. Сонымен қатар 6 айға дейін жыныстық қатынасқа түспеу қажет. Енді қараңыздар, жалпы бұл ауруды қалай алдын аламыз? Біздің қазақтың келіншектері не істейді? Роддомнан шыға сала үйге келіп қырғын қонақты күтеді. Оның бәрі кімнің мойнында? Әрине, келіннің бойында. Келін деген кім? Яғни жаңа ғана сіз босанып келген әйелсіз. Тем более сізде разрыв болған. Енді сізде разрыв бола тұра, сіз шәйнек көтеріп тасып жүрсеңіз, сізге осложнение привет дейді. Тем более әлі маткаңыз орнына келген жоқ. Бұл жерде, бұл үйге сіз баламен келдіңіз ба? Бұл жерде тек қана бір ауру адам бар. Ол сіз. Қалған адамдардың бәрі сап-сау, дендері сау. Психологиялық, эмоционалдық тұрғыдан да ол кісілер бәрі сау. Так что ештеңе көтермейміз. Өзімізді күтпесек, бізді ешкім күтпейді. 6 аптаға дейін сол шай тамақтарын өздері іше алатын шығар, қонақтарын күте алатын шығар. Сондықтан тек қана сол 6 апта күтінеміз. Одан кейін де күтінбе демеймін, әрине күтіну қажет. Әр уақытта да өзіңізді күтуіңіз қажет. Бірақ сол алғашқы 6 апта өте қатты өзіңізді қарауыңыз қажет. Өйткені сіз болашақта әлі де бала дүниеге алып келесіз. Өзіңізді күтпесеңіз, ертең ауру ана атанасыз. Сондықтан өзімізді роддомнан шыққаннан кейін тек күтіну жағдайын жасаймыз. Берген мәліметтерім бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, мәліметтерім сізге қызықты болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, келесі болатын видеоларды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар.